Кешкі асқа ресторандағыдай итальян пастасын өте оңай 20 минутта дайындаймыз. Тауық етін соломкалап турап аламыз. Қызып тұрған майымызға чесноктарымызды қызарғанша қуырып, оны алып тастаймыз. Үстінен пиязымызды салып қуырамыз. Енді лапшамызды дайындаймыз. Менде осындай Кеми фирмасының езілмей пісетін, өте дәмді тез пісетін итальян пастасына арналған лапшаларын қолдандым. Қайнап тұрған тұзды суымызға лапшамызды салып, 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді пиязымыздың үстіне тауық етін салып қуырып аламыз. Қызанақтарымызды осылай екіге бөліп аламыз. Менде черри қызанағы. Дәміне қарай тұз қосамыз. Енді шпинатымызды саламыз, қызанақтарымызды да саламыз. Шпинат қосу міндетті емес, қаласаңыз қоспасаңыз да болады. 10% сливкемізді қосамыз. 50 грамм үстінен су құйып, бір қайнатып, дәміне қарай бұрышымызды қосамыз.